Мені қоршаған әлем ғажайып әлем. Мен Атырау қаласы жалпы білім беретін номері 43 орта мектептің 8 сынып оқушысы Ізбасар Ахмет. Қасиетті де қазыналы өлке, ару қала. Атырау менің ата-бабамның мекені. Қазақстан батысында Жайық өзенінің бойында орналасқан. Жайық өзені Атырау қаласының басты табиғи байлығы. Ол қаланы қақ жарып, Еуропа мен Азия құрлықтарын байланыстырып тұрғандай әсер қалдырады. Өзеннің жағалауы қала тұрғындары мен қонақтардың ең сүйікті демалыс орны. Мұнда табиғаттың тыныштығын сезініп, қаланың тынысын байқап, жаныңызды сергіте аласыз. Жайық өзенінің жағалаулары толықтай абаттандырылған. Заманауи саябақтар, жаяу жүргіншілерге арналған серуен жолдары, демалыс орындары және отыруға арналған орындықтар қала қонақтары мен тұрғындарына жайлылық пен ыңғайлылық сыйлайды. Әсіресе кешкі уақытта жайықтың көркіне тамсануға болады. Атырау балық аулауға және оны өндірумен шұғылданатын ең ірі кәсіпорын. Атырауда бекіре тұқымдас балық шабақтарын өсіретін арнайы зауыттар бар. Былтыр Жайық-Каспий бассейні бойынша 15 000 тоннаға жуық балық ауланды. Атырау негізінен шөлейт зонаның табиғи ылғалы жеткіліксіз және топырағы тұзды аймақта болғандықтан өсімдік жамылғысында ерекшеліктер бар. Атырау саябақтарында қайыңдар және жеміс ағаштар өсіріледі. Теңіз жағасында, батпақта шалғын қамыс құрақ жиі кездеседі, ал құрлыққа қарай барған сайын өсімдіктер молая түседі. Терістік шығыс жағында ерте көгеретін мортық, шытыр, қарабас, нарын құмында шағыр қаңбақ, жыңғыл кездеседі. Ең бір ерекшелігі Атырау Европа мен Азияны бөліп тұрған қала. Яғни 10 минут ішінде Азиядан Европаға немесе керісінше бара аласыз. Жайық өзеніндегі көпір әлемнің екі бөлігін байланыстырады. Атырау тұрғындары қаланы екіге бөледі. Оң жағында Европа, сол жағында Азия. Көпірден сол жағалауға түсіп бара жатқан бойда әдемі су бұрқақты көре аласыз. Азия бөлігінде Қазақстан қалалары мен шет елден гастрольдік сапармен жиі келетін драма театры орналасқан. Атырау мұнайлы астана. Облыстың жер қойнауынан шығатын ірі қазбалардың ішіндегі аса бай әрі негізгісі мұнай. Атырау қаласының өте әсем, көрікті жерлері көп. Бүгінгі Атырау Қазақстанның негізгі көмірсутек аймағы. Мұнай мен газды өндіру бойынша ең ірі орталық. Келешегі бар қаржыландыру нарығы. Ал Атыраудың қара уылдырығын тмд мен Еуропа жақсы біледі. Климаты қатты континенталды. Жазда құрғақ ыстық, ал қыста қарлы ылғалды. Жазы жауын-шашынсыз, құрғақ ыстық ұзаққа созылады. Қыс мезгілінде қар аз жауып суық болады. Мұнайы бар, күллі әлемді қаратқан, шырайы бар, күліп атқан абаттан, ақыны бар, әнұран боп өрілген, батыры бар, жігер берген жаратқан. Атырауым жалғыз тілек мендегі, осы асқақ қалпында жасындай боп жарқыра.